Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? ОБТ-ның жаңа форматымен танысатын боламыз. Өте көп өзгерістер бар. Компьютерлік форматқа көшеміз. Қандай санитарлық талаптарды ескеру керек? Теорияның 50% ғана толтырылады. Кітаптар, кітапшалар, шпаргалкалар, анықтамалық құралдар, кодовый шпорлар, оның барлығын рұқсат етілмейді. Тек қана бізде ми ғана болу керек. Шамамен Қазақстанда 100 мыңнан астам оқушылар тапсырып жатыр. 2021-де тағы бір функционал сауаттылық қосылды. Ол бір текст береді. Ол да бір жаңашылдық. Bir жылда бірнеше рет тапсыру, соңғы нәтижені көрсету үшін компьютерлік форматтың қандай артықшылықтары бар? Ыңғайлы күнде өзіңіз таңдайсыз. Тестілеу уақытын үнемдеу өте үлкен плюс болып отыр. Бірден жауап біле аласыз. Сұрақтардың да саны өзгеріп отыр. 35 тест тапсырмасы бар. Жаңа форматтың жаңа сұрақтар қосылады. Шамамен 4 сағат, 2 минуттық үзіліс, операцияға жарты сағат уақыт береді. Барлығы негізі есептелген. 3 ретке дейін тапсыруға мүмкіндік беріп отыр. Тура осындай болады. Әрбір оқушының өзіне камералар болатындығы да көрсетіліп тұр. Сіздерге сәттілік, ОБТ-ны жақсы тапсырыңыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біз бүгін ОБТ-ның жаңа форматымен танысатын боламыз. Бұл жерде өте көп өзгерістер бар. Ең басты айтарымыз ол компьютерлік форматқа көшеміз деген нәрсе. Себебі біз бұрынғы қағаз форматтан компьютерлік форматқа көшетін боламыз. Сонымен жаңа ОБТ форматы бойынша алда бізді не күтіп тұр, соны бүгінгі тақырыпта танысатын боламыз. Сонымен ең басты артықшылығымыз бірінші таныса кетейік. Ұлттық бірыңғай тестілеу дегеніміз не? ОБТ. ОБТ деген ол заңнамаға сәйкес, білім беру туралы заңға сәйкес, ол жоғары және жоғары оқу орындарына түсу үшін арналған іріктеу емтиханы болып саналады. Негізінен 2004 жылдан басталған бұл ОБТ кітапша арқылы, сұрақ кітапшалар арқылы өтетін болатын. Алайда қазіргі кезде осы жылдан бастап жаңа формат компьютерлік жүйеге көшейін деп отырмыз. Енді алдыда бірнеше өзгерістер болған. Ол өзгеріс негізінен тесттің құрам бойынша, функционал сауаттылық бойынша көп вариантты өзгеріс болған. Алайда осы жылы өте көп өзгерістерге пайда болып отыр. Және де ол карантин жағдайына байланысты қандай санитарлық талаптарды ескеру керек? Ол кәдімгі күнделікті сауда орындарына кірген сияқты, ол жақта да осындай талаптар өткізеді. Бірінші, кәдімгі өзіміздің туннельден өтеміз. Өзіміздің болып қалған туннельден өтеміз. Одан кейін аяқ киімді арнайы кілемшеден, ол да санитарлық гигиеналық сақтауға талап етілетін. Одан кейін қолды санитайзермен, яғни антисептикпен тазалау және де дене қызуын өлшеу. Кез келген жерге кірген кезде ол дене қызуын өлшейді. Себебі дене қызуы жоғары болса, ол тапсыру кейінге қалдырылуы мүмкін. Және де маскамен қамтамасыз ету. Ол жақта маскамен 2-3 маскамен қамтамасыз етеді. Себебі маска дегенде 2 сағат сайын ауыстырып отыру керек, соны әдетке айналдыру керек. Және де әр тапсырушының арасында 2 метрлік сақталынады. Сонымен қатар, міне 2 метрлік деген бұрын мынандай болатын болса, одан кейін қазіргі кезде компьютер жағдайға өткізілгеннен басқаша болады. Және тағы бір айта кетерлігі, осы аудиторияның 50% ғана толтырылады екен. Өйткені 2 метр арасы болғаннан кейін оның ішінде қатысушылар саны да аз болады сәйкесінше. Және де ата-аналардың сол пункттерге келуіне негізі рұқсат берілмейді. Негізі келгенде дұрыс емес, себебі өзімізде тапсырып көргеннен кейін ол оқушыларға да біршама кері әсер етеді, және де ата-аналарға өте үлкен стресс болады. Сонымен қатар бұл тапсыру аралығы негізі жаз айы болғандықтан, ол жерде қатты ыстық болғандықтан ол ата-аналарға кері қатты әсер етеді. Әрине ол нәтижесі нашар болғанда, ол тіпті нашар болып келеді. Енді тағы бір тоқталатынымыз, не нәрсеге біз рұқсат берілмейді екендігін танысатын боламыз. Ол біріншісі, ұялы телефон ол бұрыннан қолданысқа берілмейтін. Ол жерде ұялы телефон, планшет, смартфон, ешқандай байланыс құралдар рұқсат етілмейді. Ол ең бастау, себебі бұл арқылы көптеген интернеттен іздеу немесе басқаға жіберуге болады деген сияқты, сондықтан рұқсат етілмейді. Екінші, ноутбуктер, плеерлер, модемдер, мобильді роутерлер қалтаға салып алу, сет ұстамайтын кезде осыны қолдану мүлдем рұқсат етілмейді. Және радиоэлектрондық байланыс, кез келген жаңа Wi-Fi, Bluetooth арқылы жіберу, сондай нәрселерге де рұқсат етілмейді. Және ол жақта жаңағы сет ұстамайтындығын осыдан көруге болады. Сонымен қатар наушник, әртүрлі құлаққа тағатын құлаққаптар, оның ішінде микро наушник, оларға да рұқсат етілмейді. Егер де осындай жағдайлар болатын болса, ұсталып қалатын болса, демек рұқсат етілмейтінін сіздер қазір біліп алуларыңыз керек. Себебі кейін наушник тағып алып, ол рұқсат етіледі деген нәрсеге ешқандай біз заңнамаға сәйкес еместігін көрсете аламыз. Одан кейін шпаргалка, оқу әдістемелік кітаптар, кей жағдайларда шын кітаптан бастап, кейбір оқушыларда шын кітаптарды қолданып жатады.
сол сияқты әртүрлі кітаптар, кітапшалар, шпаргалкалар, анықтамалық құралдар, кодовый шпорлар, оның барлығын рұқсат етілмейді. Себебі ол жақтан көптеген жауаптарды алып алуға болатындығына байланысты. Енді тағы бір нәрсе, ол калькулятор өзімізбен бірге әртүрлі қолданатын заттарды алып кіре алмаймыз. Калькулятор ол жақта осы жылдан бастап рұқсат етіліп жатыр, оны қазір тағы да тоқталатын боламыз. Демек, осы нәрселерді естеріңізде сақтап алыңдар. Не нәрсені алып кіруге болмайды? Бұл нәрсеге қазірден бастап ыңғайлану, осыларға үміт арту қажет еместігін көріп алдыңыздар. Енді қатысушылар санымен танысайық. 2019-20 жылдардағы, яғни өткен жылдардағы ОБТ тапсырушылардың саны қандай еді? Шамамен Қазақстанда 100 мыңнан астам оқушылар тапсырып жатыр. Соның ішінде тестілеуге қатысушылар 19 жылы 110 мың адам бұны асатын болса, 20 жылы 122 мың адамнан асып отыр. Жалпы айтқанда, жыл сайын қатысушылар саны артып отыр деген сөз. Халық саны көбеюіне байланысты. Бұрынғы жылдарда туу өсіміне байланысты әр жылдардағы. Сонымен қатар жіберілмегендер. Қараңыздар, бір қызықты байқасаңыздар, 2019 жылы рұқсат етілмеген заттар көп болса, 2020 жылы аз болған. Неге? Өйткені қатаң режимді осы 2020 жылда әділ өту режимі басталған болатын. Соған сәйкес осы жерде сол тапсыру үстінде тыйым салған заттар азырақ ұсталған болатын. Және ол жерде бірден нәтиже 0 болып кетеді, грант алу мүмкіндігінен айырылады. Сондықтан ешқандай жаңағы тыйым салған заттарды алып кірмеу керек. Сонымен қатар жіберілмегендер 19 жылы 58 адам болатын болса, 2020 жылы ол жерде одан өте көп есе үлкен, яғни 2500 адам жіберілмеген болатын. Ол жерде не себепті екені көрсетілген? Жалған тұлға, біреудің орнына біреу кіру, сонымен қатар тыйым салған заттарды алып кіру, одан тестілеу кезінде немесе кірер кезде ұсталып қалу деген сияқты, және де сол ережелерді бұзған үшін әртүрлі өзінің ережелері бар, сол ережелерді бұзбай, өзіміздің тек қана мынау ешқандай да ручканы керек емес, кәдімгі дұрысырақ киімімізді киіп алып тестілеуге бару керек, тек қана бізде ми ғана болу керек, басқа ешқандай артық, тіпті сағат тақпай қойсаңыздар да болатынын айта кететін. Сондықтан ешқандай күдік тудырмай өзіміз барып еркін түрде тапсырып, себебі ол ішімізде тығып қойған қандай да бір зат болатын болса, оның барлығы ойдың бәрі сояқта тұрады да, оқыған заттардың бәрі ұмытылып кетеді. Яғни қалай қолданам, қалай алам оны, қалай оны іске асырам деген сияқты нәрселерді алып тастап, одан да көбірек концентрация, яғни барлық зейінді сол сабаққа қою керек. Енді реформаның бағыты бойынша не нәрсе болып жатыр қазіргі кезде? Ол соңғы жылдар пайда болған функционалдық сауаттылық, тест тапсырмаларында функционалдық сауаттылықты анықтауға бағытталған сұрақтар қазіргі кезде көп. Бұрын тек қана бір вариантта 25 сұрақтан тұратын болатын болса, қазіргі кезде функционалдық сауаттылықты арттыру үшін, мысалға географияны нақты айтып кетейін, ол жерде есептер қосылды, әртүрлі логикалық сұрақтар қосылды, бір сұрақты білу үшін тағы бір екі нәрсені білу деген сияқты. Одан кейін кәдімгі суреттер, карталар, схемалар, сызбалар, оның барлығы қосылды. Оның барлығы функционалдық сауаттылыққа жатады. Ал оған дейін тек қана текст түрінде сұрақ жауап қана болатын. Одан кейін 8 нұсқалық деді, 8 вариант жаңағы жауаптың 8 нұсқасы болды, соның 3-ін таңдау, 2-ін таңдау, 1-ін таңдау, оның барлығы осы функционалдық сауаттылыққа жатады. Жаңа формат бойынша осы 2021-де тағы бір функционалдық сауаттылық қосылды. Ол бейіндік пәндердегі оқу сауаттылығы сияқты бір текст береді. Сол текстте 5 сұрақ болады. Сол сұраққа жауап беруіміз керек. Ол да бір жаңашылдық. Және форматтың тағы бір өзгешелігі ол қағаз түрден электрондыға өту. Қағаз түрінен электронды түрге өтіп жатырмыз. Оның өте көп артықшылықтары бар. Оны қазір көретін боламыз. Сонымен компьютерлік форматқа ненің негіздемесіне өтір? Ол жайдан жай өте салмаймыз, ол бір заңнаманың жүйесінде өтетін боламыз. Ол қарасаңыздар, Қазақстан Республикасының заңнамалық түрде көрсетілген 20-25 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы бойынша, яғни цифрлы Қазақстан бойынша біз қағаз түрден компьютерлік түрге өтіп жатырмыз. Ол жерде білім алушылар, педагогтар және білім ұйымдарының сапасын бағалау жүйесін жетілдіру. Осы жетілдіру жүйесі компьютер арқылы өтіп отыр. Сонымен қатар халықаралық бағалар мен практикалардың алынған міндеттемелер мен қол жеткізілген нәтижелерді ескере отырып, Қазақстан таяудағы 6 жылда білім және ғылым сапасын жақсарту жөнінде түбегейлі шаралар қабылдау қажет. Яғни 20-25 дедік, демек басталып кетті деген сөз. Және бұл ненің негіздемесіне жасалып отыр? Әрине ол ақш-тың әртүрлі емтихандарының
негіздемесі ретінде жасалып отыр. Яғни бір жылда бірнеше рет тапсыру, уақыты да соларға негізделіп жасалған, және де арнайы компьютер орталықтарды соларға ұқсастырып жасалған, жабдықталған болады. Енді қазір біз ұбт-ға көрсетпей қоя тұрайық. Қазір біз ұбт-ға осы компьютерлік форматқа бірден келе салған жоқпыз. Оның өзінің кәдімгі тарихы бар, және де оның белгілі бір сатысы бар. Бірден енгізе салу өте қиын болады, өйткені Қазақстандағы ұбт деген ол ең негізгі көрсеткіш, ең негізгі бағалау системасы болып саналады. Себебі бүкіл оқушылар, әрине Қазақстанда бүкіл адам оқушы болады ғой. Сол оқушылар өзінің нәтижесін білу үшін, оқығандығын дәлелдеу үшін, соңғы нәтижені көрсету үшін, және де жоғары оқу орындарына грантқа түсу үшін осы компьютерлік емтихан тапсырайын деп отыр. Оның тарихына үңілетін болсақ. Сонымен, бірінші 2012 жылы орта білім беру ұйымдарындағы оқу жетістіктерін сырттай бағалау электронды түрде жүргізілген болатын. Екіншісі, білім беру ұйымдарының басшыларын конкурстық орналастыруға және тағайындауға тестілеу. Бұл жерде директорлар көбіне 2018 жылы тапсырды, және де 2019 жылы ұлттық біліктілік тестілеуі. Ол жерде педагогтар өздерінің категориясын анықтау үшін бұрын қағаз түрінде ұбт сияқты тапсыратын болса, 2019 жылдан бастап ол компьютерлік жүйеде өтті. Мен өзімде сол педагог мәртебесінен педагог модераторға өту үшін, келесі категорияға өту үшін осы 2019 жылы компьютерлік форматта тапсырып көрген болатын. Сондықтан бұл жүйенің қалай болатындығы, қалай жүзеге асырылатындығын барлығын мен білем. ұбт-мен де салыстырамын, себебі ұбт-ны қағаз форматта тапсырған болатынбыз. Екеуінің артықшылығы компьютерлік біраз адам психологиясына жеңілдеу болады деп айта аламын. Және қазір кезде ол тағы да жақсартылып, өте көп мүмкіншілікте берілген. Оны қазір танысатын боламыз. Және 2020 жылы магистратураға түсу үшін келген студенттерді кешенді тестілеу. Яғни Қазақстанда 2020 жылы барлық магистранттар осы компьютерлік форматта тапсырды. Басқармдыру мемлекеттік қызметке орналастыру үшін тест тапсырады, ол барлығы компьютерлік түрде өтті қазір кезде. Және де жүргізуші куәлігін алу да қазір кезде осы компьютерлік форматта өтіп жатыр. Сондықтан барлық кезде компьютерлік форматта тапсыруға дайын болу керек. Және ол жерде компьютерге сенім артуға болады, баяғыдай емес. Қазір кезде компьютердің бәрі жетілген, ешқандай қателіктер ол жақта кездеспейді деп айтсақ та болады. Енді асықпай тоқталайық. Компьютерлік форматтың қандай артықшылықтары бар тестілеудің? Бірінші, тестілеу күнін өзі таңдау мүмкіндігі. Бұрынғыдай өзіміздің бір күнді белгілеп қойып, сол күнге жоспар қойып, сол күнге дейін дайындалып үлгеріп, ондай болмайды. Қазір кезде өзіңіз таңдайсыз. Ыңғайлы күнде өзіңіз таңдайсыз. Келесі, тестілеу уақытын үнемдеу. Яғни жауап парағын шеңберлеп белгілеп отыруға жарты сағат, 1 сағат уақыт кетірмейміз. Ол жерде тестілеуді басып кете береміз. Келесі, алдыңғы тест тапсырмаларына таңдалған жауаптарды қайта өзгерту мүмкіндігі. Бұл өте үлкен плюс болып отыр. Себебі бұрын қағаз форматқа біз белгілеп қоятын болсақ, ол ешқандай өзгертуге келмейтін, қате болып қалса қайтадан психология әсер етіп кері факторы болып саналатын. Алайда қазір кезде кері қайтып, ол еске түскен жағдайда оны қайтадан өзгертуге болады. Келесі, тестілеу нәтижелерін өңдеу кезінде кездесетін қателерді болдырмау. Яғни жауап парақтарын боялған кезде жартылай боялып қалса, дұрыс боялмай қалса, сыртынан шығып кетсе, ол есептелмей қалып жататын. Алайда қазір кезде нақты компьютерде барлығы көрсетіліп, есептеліп тұрады. Сканердің дұрыс оқымай қалу деген нәрсе болмайды деген сөз. Келесі, 5-ші, тестіленуші бойынша қате толтырған деректерді түзету, тестілеу тапсыру тілін, пәнін ауыстыруға мүмкіндік болуы. Көрдіңіздер ме? Сол кезде барып оның пәнді де бірден ауыстыруға болады, және де тілінде, орыс тілінде тапсырасыз ба, қазақ тілінде тапсырасыз ба, оны да өзіңіз таңдайсыз. Ол өте жақсы, және де қателер түзей алуға болатындығы. Келесі артықшылықтарына тоқтадық. Әрқайсысына мән беріңіздер, себебі бұның барлығы сіздердің заңнама түрінде заңды білу керек деген сияқты, олай істей аламын, істей алмаймын, қай нәрсені істемеу керек, соның барлығын осы жерден айтып жатырмын, мұқият тыңдауыңыздар. Келесі, тестілеу аяқталғаннан кейін тестіленушінің нәтижесі бірден беру, яғни бұл өте үлкен тағы да бір жаңалық болып отыр. Бұрын біз кешке дейін күтіп, кешке дейін жынды болып кете жаздайтындай әртүрлі жағдай болатын. Ол мектепке барып күтетіміз. Біздің кезімізде осыдан шамамен 10 жыл бұрын мектепке барып кешке дейін соның барлығын тапжылмай күтіп, ол деген қатты стресске алып келеді. Ал бірден беруде енді кей жағдайда ауырлау болғанмен, бірақ
бірден жауабын біле аласың да, шыққаннан кейін жауабын білесің. Мен де мысалы компьютермен жаңа педагог модератор тапсырған кезде тапсырдым, бітті, жауабы шықты. Бұл өте керемет, бірден білесің, жоспарын ары қарай құра бересің. Не істеу керектігін. Бұл үлкен плюс деп тағы айтып қойсақ болады. Сосын келесі, тестілеу аяқталған соң 30 минуттың ішінде операцияға өтініш беру мүмкіндігінің болуы. Яғни сізде жаңағы нақты сенімді болып 120 балл алам деп отырсаңыз, сізде 118 балл шықпаса, оны операцияға баруға мүмкіндік бар. Келесі, тестілеу өткізу барысын тұрақты бақылау. Яғни ол жерде енді тағы бір нәрсе, бейне бақылаулар тұрады, камера тұрады, барлық орталықтарының жеке тұлғалар ол жақта қарап жүреді, орналастырады, тексерістер қатал күрделі болып келеді. Сондықтан ештеңе қолданбай, бір-бірімізбен кедергі келтірмей сөйлеспеуіміз керек. Келесі, калькулятор, Менделеев және тұздар ергіштігі кестесі, яғни химия пәні бойынша математикаға енді үлкен плюс. Сол жерде Менделеев кестесі, ергіш тұздар кестесі, одан кейін калькулятор компьютердің ішінде болады. Яғни компьютерде орнатылады. Ешқандай компьютерге бөлек әртүрлі смартфон, калькулятор алып бармаңыз. Калькулятор әрине рұқсат етілді осы 2020 жыл, бірақ ол өздері береді. Сондықтан ешқандай калькуляторды апарудың қажеті жоқ. Суды да апармай қойыңыздар. 4 сағатқа сусыз шыдауға болады. Себебі бұл жерде күдік тудыратын болса, сізді тексеретін болса, психология ахуалға кері әсер етеді. Себебі көп оқушылар суға шпаргалка немесе бір жауаптарды жазып қояды екен. Оның барлығы қажет емес. Және А4 форматында керек болса қағаздар беріледі. Осыны естеріңізде сақтауыңдар. А4 форматта қағаздар беріледі. Яғни өзінің есеп шығаруға, жазуға, сызуға керек болса, А4 форматын қажет болған жағдайда береді. Және онысы тестілеу материалдарын дайындауға шығаратын шығындарды талап етілмейді. Бұл жерде бағанағы Менделеев кестесі, ергіш тұздардың кестесі, одан кейін плакаттар, әртүрлі калькуляторларды көп түрде өндіру, оларды немесе Қытайдан сатып алу деген нәрсе шығындардың бәрін азайтып, бюджетке қаражатты үнемдейді министрлік өкілдеріне. Және де сұрақ кітапшаларын шығару, жауап парақтарын тарату, оның барлығы өте көп шығын. Жалпы былайша айтқанда экологиялық жағдайға да кері әсер ететін нәрсе. Себебі ағаштардан қағаз жасау, қағаздар толтырып жасау, қызыл бланктер толтыру, оны қайтадан өртеу, тастау, жасыру, оның барлығы бізге үнемдеуге алып келіп отыр. Енді келесі, тестілеудің жалпы форматы өзгергенмен қатар, оның ішінде сұрақтардың да саны өзгеріп отыр. Балл өзгермейді, ол жоғары балл 120 балл, сұрақтың да саны, жалпы саны 120 сұрақ бойынша қалады, бірақ ішінара өзгерістер бар. Ол негізгі Қазақстан тарихы мен математикалық сауаттылықта 15 тест тапсырмасы 15 балл бойынша қалады. 20 тест тапсырмасы бойынша оқу сауаттылығы 20 болып қалады. Бұл жерде сіздерге үлкен плюс, оқу сауаттылығы кішкене жеңілдеу болғандықтан, ол жерде көбірек балл алып қалуға тырысу керек. Келесі енді біз бейіндік пәндерге көбірек күш жұмсауымыз керек, көбірек оқуымыз керек. Ол жерде 35 тест тапсырмасы болады. Бұрын 30 болатын, қазіргі кезде 5 деген жаңағы контексттік тапсырмалар, бір текст береді, соған 5 жауап табуымыз керек 5 сұрақ бойынша. Және бірінші, екінші бейіндік пәнінде де сол 35 тест тапсырмалары болады. Құрамында өте көп өзгерістер болады. Және бұл жерде тағы бір айта кетеріміз, жаңа форматтың жаңа сұрақтар қосылады. 10-11 сыныптар бойынша жаңа кітаптың өздеріңіз оқып жүрген сол кітаптың да жаңа сұрақтар қосылады. Мүлдем түбегейлі өзгерістер осы жерде кездеседі. Мен өзім географияны айтамын, себебі бұрынғы оқыған, өткен жыл оқыған 10-11 мен қазіргі оқыған 10-11-дің арасында 90%-дай өзгешелік бар деп айтса болады. 90%-дан кем емес, шынын айтқанда. Ал ол математика, биологияда кішкене аздау болуы мүмкін шығар. Енді тестілеуге эпидемиологиялық талаптарды жаңа айтқандай, тағы да бір талаптар бол, ол жаңағы вирус шықпай тұрып 2015 жылғы заңнамаға сәйкес ол жерде 20-25 сайын көзді демалтатын жаттығулар жасау керек, ұзақ отырбау керек, және де әрбір 45 минут сайын ол жерде үзілістер болу керек. Оны 2-3 минуттық немесе 5 минуттық, 15 минуттық болуы мүмкін. ОБТ тапсыру уақыты 205-220 минутқа арасында негізделген. Ол жаңа тапсыру бейіндік пәндерге байланысты. Одан кейін ОБТ-ның жалпы ұзақтығы сол операцияны қосқан кезде осындай 240 минутты құрайды екен. Оны шамамен 4 сағат. Енді ол жүйе қалай тұрады, қалай жүреді, оны қаралаңыздар. Бұл жерде не істеу керек әр уақыт сайын. Осыны да біліп жатыңыздар. Себебі
шаршап қалсақ оны тапсыра беріп кешке дейін сол түске дейін отыра берудің қажеті жоқ. Оның арасында демалыстар бар екенін, 2 минуттық үзіліс, одан кейін ары қарай жалғастырады. 15 минуттық үзіліс жаңағы. Онан 2-ге дейін қарасаңыздар 2 сағат ол маска ауыстыру, жаңағы санитайзермен обработка жасау, оның барлығын айта кету керек. Одан тағы да 3 минуттық үзіліс, көз жаттығулары шаршамас үшін ары қарай жалғастырып, ОБТ сағат 14:00-де аяқталады екен. Яғни 10-нан 14:00-ге дейін ол жалпы ұзақтығы 4 сағатты құрайды екен. 4 сағат, жаңа айтылған 5 пән 4 сағат. Әрине сұрақ аз болғаннан Қазақстан тарихы, оқу сауаттылығы, математикалық сауаттылыққа аз уақыт кетеді. Енді жақсы пәнді білсеңіздер, ол жерде 5-10 минут жетеді негізі. Себебі компьютермен тапсыру қағазы қарағанда көбірек уақытты үнемдейді. Өйткені келесі сұрақтар өте бере салып, кітапшада барлық сұрақты араластырып қарай бергеннен гөрі ар жақта кішкене нақтырақ болады. Сосын сұрақты тастап кетпеңіздер, себебі қалып кетіп нөл болып кетпесін. Сонымен қатар 5 минуттық үзіліс бөледі, ол жерде бағасын білесіздер, аяқталғаннан сразу экранға шығады, кішкене 1-2 минуттан кейін. Және де операцияға жарты сағат уақыт береді. Операцияға барып оны түзету үшін келіспеушіліктер болса. Әрине болмайды деген үміттеміз, себебі барлық сауатты түрде барлық компьютерлер дұрыс жасайды деген үміттеміз. Ешқандай қателіктер болмаса, сіздерге де тіпті жақсы болады. Келесі, жалпы негізгі пәндер бойынша тест тапсыру уақыты жаңа берілген, 120 минут дедік. Әрқайсысына уақыттар осы жерде көрсетілген. Қарасаңыздар, бір дұрыс жауапты таңдау үшін жалпы әр тапсырма үшін 1,5 минуттай береді екен. Мәтінді оқыту үшін 10 минут. Барлығы негізі есептелген. Осы жерден қарасаңыздар болады. Контексттерді оқуға да есептер берілген, мәтіндерді оқу үшін 5 минут. Ол негізі максимум 10 сөйлемнен тұратын және де фотосы бар сұрақ болады, соған 5 минут беріп отыр. Сосын басқа да сұрақтарға 2 минут, яғни көп жауаптыларға. Осы нәрселердің барлығын естерге сақтау керек. Қалай уақытты тиімді пайдалану өлшем бірлігі бойынша. Бұл жаңағы айтқандай. Енді операция қалай жүреді? Тест тапсырмалардың құрам бойынша боруға болады, одан кейін техникалық себептерге байланысты. Ол техникалық себептер дұрыс көрінбесе, суреттер, одан кейін ол жойылып кетсе, скриншоттар түсіретін болса, қатені жөндейді, одан кейін әртүрлі бір техникаға байланысты әртүрлі ақаулар болса, осыны айтуға болады. Одан кейін тест тапсырмасын дұрыс емес болып қалса, дұрыс жауап жоқ болып қалса, бірнеше бірдей дұрыс жауап болып қалса, соның барлығын операцияға беруге болады. Одан кейін ОБТ-ны өткізу және ұйымдастыру алгоритмі қалай? ОБТ-ға өтініш бересіз. Одан кейін уақыты бойынша Face ID арқылы тіркелу керек, өзіміздің тіркелу бет бойынша. Мектеп базасына барлығы сәйкестендіріледі. Және де ұсынылған күндердің тестілеу күнін таңда өзіңіз күнді таңдайсыз. Және тестілеу үшін тілді таңдайсыз. Орысша тапсырасыз ба, қазақша тапсырасыз ба? Одан кейін бейінді пәндерді таңдай аласыз. Алдын ала таңдауға болады. Сосын ол жаққа барғанда да өзгертуге болады. Сосын барлық ақпарат жеке кабинеттерде болады. Қазіргі кезде жеке кабинет бар, сол жақтан барлығын көріп өзгертуге, қарауға болады. Енді мен жаңа тапсырдым деп айтып отырған нәрсе тура осындай болады. Арасында тек қана бөлік кәдімгі қоршаулар болады. Сол қоршаулардан бір-біріңізге кедергі жасамайсыздар, бір-бір адам көрінбейді. Тек қана былай экранда тек қана барлық зейін сол сұрақтарға қойылу керек. Соған байланысты ол камераны көріп тұрса, бұл сары түгел адамды алып тұр. Түгел не істеп жатқан барлығын көрсетіп тұр. Мүмкін партаның астында да камера болуы мүмкін. Сондықтан ешқандай бір күдік тудыратындай ешқандай қозғалыс жасамау керек деп айтсам болады сіздерге. Және де бір нәрсе, әрбір оқушының өзіне камералар болатындығы да көрсетіліп тұр. Компьютерлік тестілеуді өткізу үшін бағдарламалық қамтамасыз етілу, яғни ол архитектуралық модель бойынша барлығы қарастырылған. Деректерді қабылдап жіберу белгіленген қорғалған байланыс каналы арқылы жүргізіледі. Барлығы дайын 24/7 режимде жұмыс жасайды. Барлығы сіздер тапсыруға барлық жағдай жасалған. Сіздер тек қана соны белгілеп тапсырып берсеңіздер болғаны екен. Одан кейін ОБТ-ға қатысушылардың қазіргі жылдағы болжамды саны шамамен өткен жылдармен шамалас 125 мың адам деп топшыланып отыр. Болжам бойынша. Себебі ол жерде 105 мың осы жылға бітірушілер және 20 мың сол бұрын бітіріп кеткендер, одан кейін колледж түлектері қайдан тапсыруға өтініш білдіріп, бұрынғы КТА дейміз ғой, кешенді тестілеу, сол қосылған кезде шамамен 125 мың адам болуы мүмкін екен.
Енді қатысушылардың, компьютерлердің болжамды саны бұл жерде барлығы дайын деп айтсақ болады. Міне басында 31, одан кейін көбейіп келе жатыр. Қазіргі кезде компьютерлер саны сіздерді бүкіл Қазақстандағы 125 мың оқушыны тапсырып үлгеруге өздері мүмкіндігі жететін болғандықтан олар осы компьютер жүйеге өтіп отқандығын айта кетуіміз керек. Міне бір күнде жалпы саны 5000 адам тапсырады екен. Ол бірнеше уақыт алады. Әрине 5000 адам тапсырғаннан кейін ол 10-20 күннің арасында болуы мүмкін. Одан кейін болжамды аудиторияда шамамен 30 отырғызу орнымен есепке алғанда шамамен бірнеше адам сияды екен. Ол жақта бақылаушылар, басқарушылар да қарап жүретін ескеру керек. Себебі ол төбеде камерадан қашып тұтылғанымен ол жерде адамдарды сіздерді бақылап жүреді. Сондықтан ешқандай күдік тудырмау керек. Компьютерлік форматта ұлттық тестілеу орталығының базалық пункттерінде өткізілуі, яғни жоғары оқу орындарында өткізілетін бұрын. Қазір кезде жоғары оқу орындарында өткізілуі де мүмкін, және де Ю-стадиде өткізілуі де мүмкін. Одан тест мазмұн форматтарын жаңа айттық. Бейіндік пәндер бойынша қосылып отыр. Тест тапсырмалар саны және басқа негізгі пәндер бойынша азайып отыр. Енді соңғы айтарымыз, бұл жерде 2021 жылғы ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу бойынша ол жерде өте үлкен сіздерге тағы да артықшылықтар. Ол келесі жылдан бастап, 2022 жылдан бастап өткізу мерзімдері ақпан мен маусым арасында жүзеге асырылады. Және де 2021 жылы қазіргі кезде наурызға дейін барлығы дайын тұрады компьютерлер. Наурыз бен маусым аралығында өтетіндігін айта кетуіміз керек. Және өте үлкен сіздерге артықшылық, бұл 3 ретке дейін тапсыруға мүмкіндік беріп отыр. Және бұрын 3 рет, 4 рет тапсыруға мүмкіндік берген ол біреусі ғана грантқа жарайтын. Алайда қазіргі кезде ең жақсы нәтижені біз таңдап алып грантқа беруімізге болады. Сонда сіздер ең жоғары нәтижені алып, соны грантқа тапсыруға мүмкіндік болады. Бір жерде 100, 120, 135 алуыңыз мүмкін. Соны грантқа қайсысы сәйкес келеді, соны апарып тапсыруға болады. Демек, 3 ретке дейін тапсыру осы наурыз бен маусым аралығында іске асады екен. Және де тестілеу аралығының арақашықтығы жалпы 15 күн сайын сіздер осы 3 ретке дейін тапсыра аласыздар. Ол бір рет тегін, ақысыз, бір рет тапсыруға да болады, 3 ретке дейін тапсыруға да болады. Ол 2 рет кәдімгі қаңтардың ОБТ сияқты ақылды түрде жүргізіледі. Шамамен сол 2000 теңгеден жоғары баға болуы мүмкін. Сонымен, құрметті оқушылар, біз бүгін жаңа ОБТ форматымен толық таныстық. Не істеу керектігі, не нәрсені қолдану керек, қолданбау керек, тест формат қалай болады, қалай ол жаққа бару керек, барлығын айттық. Сіздерге барлық жағдайлар жасалғандығын көрдіңіздер. Енді осы нәтижені жақсы көрсетуіміз керек. Сіздерге сәттілік, ОБТ-ны жақсы тапсырыңыздар.